Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде сыр сұхбат бағдарламасының кезекті шығарылымы. Өздеріңізбен қайта қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі эфиріміздің қонағымен таныстырып өтейін. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында алыптар сайысы ПФЛ номад бойынша жеңімпаз атанып, алтын жүлдеге ие болған спортшымыз Мақұлбеков Азамат Нұрғалиұлы бүгін біздің студияда қонақта. Азамат Нұрланұлы, қайырлы күн, қош келдіңіз. Қош келдік. Көңіл-күйіңіз қалай? Өте керемет. Өзіңізді енді алтын жүлдеге ие болғаннан кейін бір ерекше бізге келіп сұхбат беріп отырғаныңыз үшін алғыс айтамыз. Ендеше дәл осындай керемет көңіл-күймен сұхбатты бастасақ, енді Азамат Нұрғалиұлы, біздің көрермен жалпы өзіңізді 2022 жылдан, қателеспесем, сол жылдан бері алыптар сайысының бір жеңімпаз ретінде ғана таниды. Ал өзіңізді былай қай жақтың тумасы екеніңізді, қай оқу орданың түлеп ұшқан түлек екеніңізді білмейді. Ендеше хабарымыздың барысында танысып өтсек, аз кем өзіңіз жайлы айтып өтсеңіз. Ал құрметті барша қазақ елі, мен Түркістан облысы Арыс қаласынан. Сол жерде туып өскен өзім, жалпы Арыс қаласында. Осы спортты, осы ұлттық ойындармен айналысып жүргенмен осы көп болған жоқ. Жалпы 5 жыл, ары кетсе 5 жыл болды. Енді мен қазір 4 ұлым бар, 4 баласына әкесімін. Керемет. 4 бала. Өзіміз негізі 2 қыз, 2 бала. Өзіміз жанұямыз. Отбасыларыңыз. Отбасымыз, Содан қазір 4 ұлым бар. Үйдің қаншасың? Мен негізі үлкен. Менің енді үйдің үлкені болғаннан кейін маған бәрі жүк артылды, көп жауапкершілік бар. Содан мен ерте жұмысқа кірісіп кеттім жалпы. Содан жұмысқа кірісіп, вахтовый дейді жаңа. Вахта жұмыс істеп жүріп, осы арасында демалыста келіп, осы спортына айналысып жүріп, осы ойындармен айналыстым. Енді мынау алыптар сайысына, жалпы бұл спорт түріне қалай келдіңіз? Содан бастасақ. Енді ең бірінші мен 2017 жыл ма, 18 жыл, сол жылы өзімізде белгілі үрдіс ұлттық ойынымыз, қой көтеру деген бар, өзіміз ұлттық спорт түрі. Қой көтеруден бастағам ең бірінші. Наурыз айында Құрбан айт мерекелерінде бізде осы оңтүстікте кең тараған ғой, жалпы қой көтеру. Сол қой көтеру жүріп, сонымен енді YouTube каналдарынан көріп, осы бір қойды кім қанша көтерді деген өзім ойда болады жалпы. Сөйтіп бір осы қой көтеріп бір рекорд жасайшы дедім. Сөйтіп 2022 жылы Арыс қаласында ең бірінші рет 1111 рет көтерем. Сөйтіп сол 1111 көтеріп, менің осы көтерген рекордын осы әлеуметтік желіге көп тарайды. Содан тарап жатып, былтыр 2022 алдыңғы жылы осы алыптар сайысыға ұсыныс түседі маған. Содан ұсыныс түсіп, сол жарыс Алматы қаласында болды, ең бірінші Чонжада. Чонжада мен өзім жалпы 2-ші орын алам. Сол 2-ші орын алып, ең бірінші рет қатысып, 2-ші орын алам. Содан так 2022 тағыда осы бізде Астана қаласын жыл сайын жаңағыдай не болады? Осы алыптар сайысын жыл сайын жаңағыдай іріктеу болады. Республикалистік жарыс дейді жалпы. Сол жарысқа қатысып, сол жерде мен жеңіске жетем. 2022 жылы. Содан осы спорт мен енді өзім мықтылы екенін біліп, осыны жігер, осында бойымда күш жігер барын білгеннен кейін, осы былтырғы жылы 2023 жылы. 2023 жылы мен осы Түркістан 5 жыл толған орайына қарай мен сол жерде жаңағыдай Қошқарды өзім рекорд жасаймын, өз рекордын жаңартам. Жаңағы 5,5 сағат бойы ішінде 3550 көтерем. Керемет. Содан көтеріп, өзім рекорд жаңартып, бұл спорт енді
жаңағыдай өзім қызығушылық пайда болып, сөйтіп осындай 23-ші жылы жаңағыдай алыптар сайысы тағы да жеңімпаз боламын. Содан жеңімпаз болып, осы көшпенділер ойыны болады деген, осы бір жыл болды естігеніме, осы көшпенділер ойыны болады деген. Сол жарыста осы біздің алыптар сайысы кіреді деген сол хабарды естем. Осы хабарды естігенге мен өте қуанам. Біріншіден, жақсы болыпты ғой деп. Содан мен өзім Ақтөбеде жұмыс істеп, жұмыстан шығамын жалпы. Сөйтем де осы спортқа кірсем ғой. Дайындықты бастап кетесіз. Дайындықты бастаймын, иә. Дайындықты бастап, тек қана осы жаттығу болды. Жаңағыдай. Басқа жұмыс істеген жоқпын. Осы әйтеуір осы жаттығуымның, еңбегімнің осы жеңіске жетем деп осы мақсат қойып, қатысып осы алыптар сайысына, көшпенділер жеңіске жетем деп өзім мақсат қойып, сол мақсаттың арқасында осы спортқа жеңіске жетіп нәтиже көрсеттім. Кеше ғана енді бүкіл әлем тамашалаған 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына тоқталсақ, иә? Қалай болды жалпы? Иә, енді өздеріңіз көргендей, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны өте керемет болды. Жоғары деңгейде болды. Жоғары деңгейде ашылу салтанатының өзі мынау кешегі Олимпиада Париж былайша айтқанда қалып кетті. Иә. Бұл енді бізде бірінші рет болып отыр. Бұл негізі 5-ші рет болып отыр. Бірақ осында Қазақстандай дәреже, Қазақстан еліміздегі сияқты болған жоқ. Өте керемет, бәрі қолдап, бәріне қолдау білдіріп спортшыларға. Сөйтіп кеше бұны кіші олимпиадаға теңеп, біздерге жаңағыдай ерен еңбегі деген атақты берді. Жаңа медалын табыстады. Енді байқап отырсақ, ашылу салтанатының өзінде бір қазақ ері үшін орындалған әндердің бірі біздің енді қатысушыларымызға жігер, бір ерекше рух берген секілді, иә? Өзіңіз жалпы қанша салмақпен шықтыңыз, жалпы қай елдің азаматымен шықтыңыз? Біздер енді 16 елден болды. 16 елден 16 спортшы қатыстық. Мен өзім салмағым 109 килограмм болды. Ең аз салмақты спортшы мен болдым. Алды жаңағыдай 180 килограмм болды. 180, одан кейін екінші орын алған жаңағы маған кішкене қарсылас тудырған жаңа Иран мемлекеті жаңа спортшысы. Соның бойы оның 2-10 бойы, салмағы 170 килограмм. Өте мықты спортшы жалпы. Енді маған енді оның бәрі бізде енді өзіміздің ұлттық, былайша айтқанда ұлттық ойын Қажымұқан атамыз бастап кеткен. Тас көтеру, ішіне найза лақтыру, жаңағыдай бұл өзіміздің таныс ойын болғаннан кейін, бұған бізде дайындалған кейін, бұл мен енді қанша өзіме сенімділік болды көп сенім арттым. Сол сенімдіктің арқасында мен қазір осыны жеңіп отырмын жалпы. Бірақ енді өте қызық болды. Бірінші жаңа 5 кезеңнен болды. Спорт жалпы 5 кезеңнен болды. Бірінші жаңа тас көтеру дейді. 100 килолық тасты 1 минут ішінде жүргенбіз. Уақытқа жүреміз. Ол жерде енді құмда жүрдік. Ана шетелден келген спортшыларға біздің құм ыңғайсыз танытты. Олар енді үйренбеген жалпы біз сияқты. Біз енді ауылда жүріп, құмның далада өскеннен кейін бізге жалпы оңайырақ болды деймін. Оңайлық болды жалпы. Енді сол жерде мен сол қорытынды есеппен мен сол жерде жеңіске жетем. Тас көтеруде 1 минутта 135 метр жүріп өттім. Жаңағы артынан қалмайтын жаңағы Иран палуаны. Ол 105 метр жаңағы екінші орын алды сол сайыста. Екінші сайысымыз жаңағы баяғы өзіміздің Қабанбай батырларымыз, бабаларымыз саған найзасы, жаңағы 15 килолық найза ауыр. Онда қашықтыққа лақтырамыз жалпы. Сол қашықтықта жаңағы Иран палуаны бұл жерде жеңіске жетеді. Біріншіде. Ол енді бойы 2-10. Оған кішкене ыңғайлы болады. Бұл жерде екінші орын алып қаламын. Бірақ бізде енді 5 сайыс қорытындысы бойынша балл есептейді. Сөйтіп үшіншісі жаңағыдай 130 килолық бөрене көтеру болады. Сол бөрене көтеру енді маған енді былайша айтқанда ол отырып тұру маған өзі оңай. Жалпы өзім білесіздер 3,5 сағат бойы өзім жақсы көремін отырып тұруды. Сондықтан маған бұл өзіме өте сенімді болдым. 130 килоны мен 1 минутта 38 рет көтердім. 1 минутта уақыт ішінде. Иран палуаны ол ұзын болғандықтан вообще артта қалып кетті сол сайыста. Сол сайыста бұл өте балын жоғалтып алды. Төмен түсіп кетті. Содан 4-ші сайысым жаңа өгіз көтеру дейді бізде. Біздер енді өгіз көтеріп, қой көтеріп жүрген адамға бұл
бізге түк те тұрмайды жалпы. Қиындық соқпады. Қиындық соққан жоқ. Сол сайыста жеңіске жетемін. Сөйтіп 5-ші жаңағы арба тарту дейді. Арба тарту сәл менде енді құмда болғаннан кейін, салмағым өте аз болғаннан кейін, маған сәл қиын тудырды. Сөйтіп енді бізде тактика деген нәрсе болады. Иә. Былай да көрдік, артымызда халық шулап жатыр, рух беріп жатыр. Бірінші кезде тартамадым. Кейін бірақ жаңағы халықтың қошеметімен, артында халық тұрғаннан кейін, артында мен өзіме анау мол жауапкершілік алғаннан кейін жаңағыдай басқа тактикамен қолдамшы алдымен тартып, сол жерде соны арбаны шығарып өзім қашықтыққа апарамын ғой жалпы. Сол жерде енді 3-ші орын или 4-ші орын алып, сол жерде общий ұпай санымен осындай алып тастайды, жеңіске жетемін. Керемет. Енді халықтың ыстық ықыласы, жаңа қошемет ерекше болды дейсіз ғой, иә? Аха, иә. Керемет. Енді Азамат Нұрғалиұлы, Powerful Nomad сайысы туралы бізге кеңірек айтып өтсеңіз. Жалпы алыптар сайысын түсінікті ғой, енді жаңа өзіңіз кеңірек түсіндіріп өттіңіз. Енді дәл осы бір ойынның, яғни ерекшелігін, дайындық тактикасы деп өттіңіз жаңа, иә? Сол жайлы кішкене бөлісіп өтсеңіз. Енді бұл енді жаңағы Powerful Nomad деп қойғаны бұлардың жаңағы бізде енді шетелден келгеннен кейін түсінікті болсын деп жаңағы бұл ағылшынша жаңағы Powerful Nomad деді. Бұл енді бұл ойын басқа елдерде Strongman деп аталады жалпы. Strongman дейді. Сөйтіп бұны біздің жаңағы осы президентіміз бар жаңағы осы алыптар сайысының жаңағы Тимур Сатаев. Сол осы өзінің оның идеясы, жобасы, осыны өзі бәрі ойлап тапқан. Осы қазақ батырларын, өзіміз сияқты батырларды шет елдерде көрсетсем, танысам деген жобасы бұның, жаңа Тимур Сатаев, жаңа өзіміздің президентіміздің. Сөйтіп бұл енді шетелдегі түсінікті болсын деп жаңа Powerful Nomad деп аталған жалпы. Енді алыптар сайысымен мағыналар ұқсас келеді, иә? Strongman, иә. Бізде енді алыптар сайысы жаңа. Бірақ шетелдіктерге түсінікті болу үшін осылай аталған, иә? Өте керемет. Жалпы енді қателеспесем, Шымкенттен арнайы бір іріктеуден өттіңіздер, иә? Барлық спорт түрінен арнайы күндер белгіленіп, іріктеуден өттіңіздер. Жалпы біздің Шымкенттегі іріктеу қалай өтті? Осы алыптар сайысына. Қанша азамат келді қатысуға? Бізде енді, иә, әр өңірден іріктеу болды ғой. Иә. Әр өңірден, мысалы, әр облыстан іріктеу болды, жалпы. Соны іріктеуде мен енді былтыр енді республиканы жеңгеннен кейін маған бұл енді тек қана оңтүстік жаңа Шымкент облысы, Түркістан болсын, маған бұл енді бір облыс болғаннан кейін маған өте жеңіл болды жалпы. Іріктеуден енді қиналмай өттім. Енді өйткені мен былтыр алыптар сайысының жаңа республикалық жеңімпаз болғаннан кейін маған бұл жерде бәрі жаңағыдай мен келгеннен кейін сразу өздері жаңағыдай палуандар сәл кішкене аяқтарын тартты жалпы менен. Өйткені енді қанша айтқанмен атағым бар. Бұл енді маған енді таныс ойын болғаннан кейін бұл жерде мен іріктеуден қиналмай өттім. Сөйтіп жаз айында жаңа Астана күні жаңа шілде айының 6-сы күні Астана күні. Сол күні бізде жаңағы осы көшпенділерге жолдама іріктеу болды. Енді осы Шымкент облысынан жолдаманы алып, әр облыстан барды жалпы жаңағы 20 облыс бар, 20 облыста 20 батыр шығып, сол жерде мен енді сол жерде жеңіске жетіп жолдама алдым көшпенділерге. Керемет. Ендеше Азамат Нұрғалиұлы, біздің сол көшпенділер ойындарындағы сіздің көрсеткен өнеріңіз туралы кішкене бейнеролик бар еді. Соған назар аударсақ, иә? Аха.
тұрғындарымыз ерекше, өте керемет. Біздің енді көк туымызды біздің ұстаған тұрғындарымыз ерекше қолдау білдіріп жатқан тағы да бір неге куә болдық. Мынау көшпенділер ойындары жылдан жылға дамып келе жатыр, жылдан жылға жоғары дәрежеде өткізіліп келе жатыр. Дәл осы тұста сіздің мына сұраққа пікіріңізді біздегі, жалпы біздің бұл ойындар ұлттық рух пен мәдениетке қалай әсер етіп жатыр? Енді байқауымша барлығы қазақтың ұлттық ойындары ғой. Енді біздің ұлттық рух пен мәдениетке әсерін білсек. Енді бұл енді өте жақсы әсерін беріп жатыр деп ойлаймын. Жалпы енді жастарымызға осындай мықты болып, жаңағыдай жастарымыз өсіп жатыр қазір. Мысалы осы ойын, мысалы кәдімгі артымыздан өсіп жатқан жастарға күш жігерін, шыдамдылықты, бұл енді төзімділікті, шыдамдылықты, қайраттылықты талап ететін спорт қой бұл енді, былайша айтқанда. Сондай нәрсе бұл жастарымызға өте рух, жаңағыдай күш қайрат береді деп ойлаймын жалпы өзім. Біздер енді сондай осындай ойынның арқасында, мысалы осындай қазір алдарыңызға шығып отырмын. Қазір жаңағыдай өзім енді жаңағыдай қалай айтсам екен, өзіміздің мықтылығымызды жаңағыдай кешегі көшпенділерді де көрсеттім. Жалпы осындай ойындар жаңағыдай елімізде көп болса деймін да. Дамып, жастардың қызығушылығы. Енді бұл енді бізде әлі федерация алыптар сайысы әлі құрылмаған жалпы. Сол ойын құрылып, жаңағыдай қой көтеру бар. Сондай ұлттық ойындарымыз жаңағыдай республикалық жарыстар сияқты деңгейде өтсе деймін ғой жалпы. Сонда ғана біздер жаңағыдай қазір былайша айтқанда жастарымыз еліктеп жатыр ғой. Жаңағыдай шетелдің жаңағы нелерін көріп, жаңағы басқа жаман жолға түсіп жатыр еліктеп. Сонда ғана біздер сондай нәрселер азаяды деп ойлаймын. Енді Азамат мырза, дәл мынау әр спорттың өзінің бір қиыншылығы бар, бір ерік жігерді, үлкен еңбекті талап етеді. Дәл осы спорт түрінің басқа спорт түрлерінен ерекшелігі, айырмашылығы қандай? Енді бұл спортта жаңағыдай айттым жаңа, күш қайрат керек бұл спортқа біріншіден. Барлығына енді күш қайрат керек қой. Керек. Одан кейін бұның бір қиыны жаңағыдай, бұл жерде бел ауырады көбінесе. Біз енді ауыр көтереміз. Денсаулыққа кішкене әсері бар. Әсер, бұл жаңа бел жағынан көп ауырамыз. Өзімізде жаңағыдай кездер болған жалпы. Жаңағы 10 килограмм көтере алмай қалған жалпы кездеріміз болған. Біздер енді соған көп жаттығу жасаймыз. Жаңа белге әсер, аяқ, белге көп жұмыс жасаймыз. Сондай жаттығудың арқаларында ғана бұл спортымызды алып жүрміз. Бұндай, если ондай жаттығу жасамасақ, жаңа белге емесек, бұл спорт қиын спорт жалпы. Яғни кішкене денсаулыққа қатты әсері бар дейсіз ғой? Әсері өте бар, Жақсы. Енді өзіңіз тек бұл спорт түрінен емес, басқа спорт түрлерінен де бір жалпы үлгі тұтатын, мақтан тұтатын азаматтар бар ма? Мен негізі өзім Қажымұқан атамыз, бабамыз үлгі тұтам жалпы өзіме. Өзімде қазір лақап атым, қазіргінің Қажымұқан деген лақап аты ие болдым қазір. Өте керемет. Жалпы енді Қазақстандағы біздің спорттың дамуына осы жарыстардың ықпалы бар деп айтып жатырмыз. Өзіңіз жалпы жастарды шақыру мақсатында осы спортқа қандай бір хабарландыру айтар едіңіз? Енді жастарымыз бірінші неден бастау керек жалпы осы спортқа келу мақсаты? Енді адам өзінің ең бірінші спорт болсын, білімде болсын, адам бірінші өшіреді, жаңағыдай өзінің арман мақсат дейді ғой. Арман мақсаты болу керек. Мысалы, мен осы бір жыл бұрын осы көшпенділерге жеңіске жетем деп мақсат қойдым. Сол арман мақсатым арқасында мен қазір осындай дәреже жетістікке жетіп отырмын, жеңдім. Енді арман мақсат жоқ, ол спортшы болсын, ол спортшы емес дейді ғой. Сондай бір өзі мен қазір жастарға айтам, бір мақсат қойса, сол адам өзі жетістікке жаңағыдай үлкен осындай дәрежеге жетеді жалпы. Алдында мақсаты бар болса, мақсаты болу керек, жаңағыдай күнделікті өзінің жаттығуын үзбей, соның арқасында ғана жеңіске жетеді жалпы. Жақсы. Енді Азамат мырза, сайыс барысында есте қалатын оқиға бар ма? Бір келеңсіз оқиғалар, құпия болмаса айтып өтсеңіз. Сайыс барысында маған ең қалған арба тарту болды ғой. Арба тарту жаңағыдай мен енді шығара алмай жатырмын. Тартып, алдымен көрдім, шығара алмай жатырмын. Если мен сол жерде шығара алмай қалсам, тарта алмасам, ол кезде мен жеңілемін. Сол жерде бір қиналғам жалпы.
жаңа қолдаулар айқайлап халық қаншама сол кезде күш жігер беріп әйтеуір аллах тағаланың өз қуаты болып ойыма жаңағыдай салып жаңа алдымен тартып жаңағыдай өзі жаңа көргендегідей сол алдымен тартып шығарып сол жерде жеңіске жеткен сол кезде қуанған сәттерім бар сол жерде. Жақсы, енді Азамат мырза, дәл осы тұста өзіңізден енді әке ретінде сұрап көрейінші, ұлдарыңыз спорт саласына, қандай да бір спорт саласына барамын десе қарсылық танытпайсыз ба? Әрине, қолдайсыз. қазір үлкен балам қазір 10 жаста, өзі еркін күреске барады. Керемет. Екіншісі ода еркін күреске барып жатыр, ода 8-де, әлі кішкентай. Соны жаңағыдай әр баланың өзі икеміне қарай дейді ғой. Біреу бір бала білімге құштар болады, бір бала спорт жағына болады. Сол өзінің икеміне қарай ерте өсе келе сөйтіп тәрбиелеймін деп ойлаймын. Жақсы. Бізде қуанамыз енді осындай жастарымыз өсіп келе жатса, еліміздің атын шетелге жаңағы барша әлемге танытып жатса, дәл осы тұста 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары енді хабарымыздың басынан бері айтып жатырмыз ғой, жоғары деңгейде болды, көзқарақты көрерменіміз үзбей қарап отырды. Енді дәл осы тұста алыптар сайысының нәтижесінде жаңа Азамат Мақұлбеков осындай сайыстың жеңімпазы дегенде әнұранымыз шырқалғанда, көк туымыз көкке желбірегендегі сезімді айтыңызшы. Енді ол сезімді енді жеткізу мүмкін емес қой. Жеткізу мүмкін емес жалпы. Енді бізде енді өз елімізде болғаннан кейін өте бір үстінде жүк болды, жауапкершілік болды жалпы. Сол енді жауапкершілік жеңген кезде естіген кезде бір үстімнен бір кәдімгі бір ауыр жүк түскендей болды өзіме. Кәдімгі бір жеңілденіп қалдым ғой өзім. Бір керемет сезімде болдым жалпы. Бұл сезімде енді 1 жыл уақытым кетті ғой енді, жаңа айтып отырмын сіздерге. Жаңағыдай барлық жұмысымды тастап, жаңағыдай біздер енді соның алдында сборларда болдық. Былайша айтқанда отбасымызды тастадық. Былайша айтқанда өмірімізді осы спортқа арнадық қой. Осы көшпенділерді жеңейік, осы әнұранымызды шырқасын деп, қазақ елінің аты шықсын, осы батырларды білсін деп, өз елімізде болғаннан кейін жаңағыдай жеңілмеуге тырысып бәр әрекетім жасағаннан кейін өте бір өзіме бір қуаныш сезім. Бұл сезімді енді мүмкін емес жеткізу. Әрине. Барлығында енді жауапкершілік болды деп ойлаймыз. Сол кезде бір әнұранымыз орындалғанда бір арқаларыңыздан кереметтей жүк түсіп, мақтаныш сезімі болған секілді. Енді алдағы жоспарлармен бөліссеңіз, тағы да осындай жарыстарға қатысу ойда бар ма? Енді Алла қаласа, осы 2026 жыл Қырғызстанда болады деп отыр. Енді Қырғызстанда болса, осы алыптар сайысы қатысуға ниет бар. Алдағы уақытта, қазір енді ол кезде 40-та болады екен. Әлі өзім бір 2 жылда 40-қа дейін өзім уәде бергем жалпы. 40-қа дейін жаңағыдай спорт тастамайын деп. Енді Алла қаласа сол жарысқа қатыссам, осы көшпенділерде жеңіске жетсем деп отырмын. Енді әрине ол жеңіске жету үшін де мен өз күшім жетпеймін. Әрине жаңа мемлекет тарапынан болсын, қай жақтан болсын, қолдау болса, мен ол жақта жаңағыдай өзім жаңағыдай сол Қырғызстанға баруға ниеттемін. Одан кейінгісі жаңағыдай өзім жаңағыдай Қазақстан рекордын жаңарттым ғой, қошқар көтеруден 3500-5,5 сағат. Енді сол енді ары қарай 12 сағат көтерсем деп отырмын. Оны әрине жаңағы шет елдерде, басқа мемлекеттерде жаңа көтеріп, сол жерде жаңа қазақтың батырын, қазақта осындай батыры бар екен білдірткен ниетте ретінде сол жерде соны көтерсем деген ойдамын, жаңа 12 сағат бойы. Сіздер яғни дайындықты үзбейсіздер, арнайы жаттықтырушымен дайындаласыздар ма? Әрине жаттықтырушым бар, өзім жаңағыда қолдап жүрген жаңағыдай өзім жаңа спонсор дейді ғой, былайша айтқанда спонсорым да бар. Оны жаңағыдай маған қолдап жаңағыдай өзің көмектесіп жүрген арнайы өзім бауырым бар жаңағы Арыста, Алмас Шүкірбек деген. Сол бауырым бар. Осы жаңағыдай 12 сағатқа жаңағы қошқар көтеруге Америкаға барамыз деп ойдамыз қазір. План бар. Сол жарысқа жаңа өзі Алмас Шүкірбек бауырым апарамын деп отыр. Жаңа өзі қаражатымен жалпы айтқанда. Жақсы. Азамат Нұрғалиұлы, алтын уақытыңызды бөліп ашық, еркін, шынайы сұхбат бергеніңіз үшін тағы да алғыс айтамыз. Алдағы уақытта жаңа өзіңіз айтқан жоспарлар орындалсын, мақсаттарыңызға жете беріңіз. Еліміздің көк байрағын көкте желбіретіп,
атымызды шығара беріңіз. Сіздердей спортшылар барымызда біз мақтанамыз, шығармашылық табыс тілейміз. Құрметті көрермен, біздің эфиріміз өз мәресіне жетті. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.